сазтырнайдың түрлері көп негізінде. Мынау үшбелек деген түрі ғой. Бұл сазбалшықтан жасалады, 1200 градусқа күйдіріледі. Бір пайдасын айтайын, бір пайдасы сазтырнайдың мына үрмелі аспап ретінде өкпеге пайдасы. Үрмелі дейді, үрлемелі дейді. Шарик өткізіп қояды. Шарик деген бір тиынға келетін нәрсе ғой. Не каучук емес, не латекс емес, бір химия. 50% пайдасы болса, 50% зияны қалады бәрібір. Бұл бәленбай ғасыр қыш құмыра болған саз балшық. Міне осы қазір көздеріңізше жасаған аспап. Енді бұл аспаптың тағы бір пайдасы мұның ойықтарын ашып жабу моторикада пайдалы. Балалардың дамуында үрлеген кездегі тілмен жұмыс жасау, өкпемен жұмыс жасау, тілдің шығуына пайдасы бар. Көп рахмет айтып алғыс айтқан кісілер. Дауыс мынандай. Қазір ойығын аламыз да үстіп көтеріп жүреміз. Дыбысын келтіріп алғаннан кейін мынаның мынандай бір ойын көрсетейінші. Уақыттарыңыз болып жатса қараңыздар. 1 минут уақыт ішінде түсіндіріп көрсетейін. Барлығын жапқан 1, мынау 2. Мынаны ашсаңыз 3. Мынау неше? 2. 2 дейсіз. Мынау 3 дейсіз. Барлығын жапқан 1 дейсіз. Мынау неше? 2. 3. Мынау 2. 2. Мынау 3. Енді қараңыз, не қып барам? 4 болады. Мынау 2. Мынау 3. Мынау 4. Мынау 3. Мынау 2. Мынау 1. Енді қараңыз, 1, 2, 3, 4. Мынау 5 болсын. Одан кейін 4. Мынау 5. Мынау 3. Мынау 2. Мынау 3. Мынау 4. Мынау 5. Мынау 6 дейік. Бітті. Осы 6 картты жаттап аласыз да, қазір мен сізге қағаздан көрсетемін, қалай әнді ойнауға болатынын. Міне ғой жаңағы айтқан 1, 2, 3, 4, 5, 6. Қара болса жабылады, ақ болса ашылады ғой. Міне осы методика 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне ерімай деген әнді қараңызшы. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 деп тұр ғой. Мына картинадағы 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Менің қолымда бағана жаттадық қой біз. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Қазір күйген сасырнайды апшайын. Міне. Енді үрлейміз тек қана. 1, 2, 3, 4, 5. Міне осы сан тіпті қызықтыру үшін балаларға жазып қойғанымыз ғой, міне Baby Shark деген. Енді біздің мына парақшаларды осы парақшаға салатын шығарсыз бәлкім. Басқа да 40-50 шақты әндердің видеосын салатын болам. Егер қызық болса, жаза кетіңіздер, керек, көрейік деген сияқты ойларыңыз болатын болса, әндерді жазып беруге дайынбыз видеосын. Мінекей.